Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгін бізде 72-ші сабақ, 24-ші жаттығу. Мәтіндерді оқып, олардың қайсысы көркем мәтін, қайсысы ғылыми танымдық мәтін екенін анықта. Бірінші бағандағы мәтінді оқиық. Білесің бе бұл істі, зергерлікке кім дайын? Балқытып ап күмісті, сапырады судайын. Осы жұмыс ырғағы, білезік пен алқаны, сақинаны, сырғаны, күміс сымнан тартады. Фариза Оңғарсынова. Екінші бағандағын оқиық балалар. Зергер алуан түрлі сәндік бұйымдар мен әшекей заттарды айшықтап жасаушы. Қазір зергер жасайтын бұйымдардың көбі механикалық әдіспен шығарылады. Алайда зергер жасаған дара бұйымдар өз құндылығын жоғалтқан жоқ. Қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалық. Енді балалар, сұрақтарға назар аударайық. Екі мәтінге ортақ тақырып не деп ойлайсың? Екі мәтінге ортақ бір ат қоюға бола ма? Болса, сен қандай ат қояр едің? Мәтіндегі зергер, зергерлік сөздеріне сұрақ қойып, оларды зат есімнің негізгі және туынды түрлеріне ажырат. 24-ші жаттығу бойынша балалар, бірінші бағандағы өлең жолдары көркем мәтін, ал екінші бағандағы мәтін ғылыми танымдық мәтін. Екі мәтінге ортақ тақырып зергерлік өнер. Екі мәтінге ортақ ат қоюға болады, мысалы, зергерлік өнер деп ат қойсақ болады екен. Кім? Зергер, негізгі зат есім. Не? Зергерлік, туынды зат есім. Келесі 25-ші жаттығу. Мәтіннің қатесін түзеп жаз. Зат есімдерді тауып, олардың қайсысы негізгі, қайсысы туынды екенін айт. Жиырма бесінші жаттығу бойынша балалар мәтіннің қатесін түзеп, дәптерлеріңе жазып ала қойыңдар. Алтын мен күмістен әшекей бұйымдар жасайтын зергерлер ел ішінде аса құрметті болған. Олар әйелдерге арналған сырға, сақина, білезік, белдік, жүзік, ал ерлерге арнап кісе, шақша, балдақ жасаған. Мұнда балалар негізгі зат есімдер әшекей, бұйымдар, сырға, сақина, білезік, кісе. Туынды зат есім белдік, жүзік, шақша, балдақ. Келесі балалар шығармашылық үзіліс. 26-шы жаттығу. Өрнектерге және олардың түсіне қарай әріптерді қойып, мақалды оқы. Мақалды жаз және ондағы зат есімдерге жұрнақтар қосу арқылы туынды зат есім жаса. Мұнда балалар мақалды оқитын болсақ, өнер алды қызыл тіл деген мақал шығады екен. Мұнда зат есімдер өнер, тіл. Енді балалар, бұларға біз туынды зат есім жасайтын болсақ, өнер, өнер бас, тіл, тіл маш. Келесі 27-ші жаттығу. Жұмбақты оқып шешуін тап. Құрып қойған өрмегін, ұршықтарын ойнатып, сәнді мата өрнегін жасайтын кім жинатып. Өрмек, өрнек сөздеріне және жұмбақ шешуіндегі сөздің мағыналық айырмашылығын түсіндір. Мұнда балалар жұмбақтың шешуі тоқымашы. Өрмек
Алаша басқұр қоржын кілем тоқитын көптеген бөліктен тұратын күрделі тоқыма құрал. Өрнек ол ою өрнектің бір түрі. Тоқымашы тоқыма бұйымдарын жасайтын шебер. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.